Білмегендіктен бүкіл әлемді ұстап тұрған құпия. Шынайы өмір деп қабылдайтын әлем біз білмейтін бір құпияға сүйенеді. Өте қарапайым құпия. Әлеуметтік өмірімізде болып жатқан құбылыстар бізге тікелей ешбір зиянын тигізе алмайды. Кез келген қауіп біз қорыққанда, расымен осылай болады-ау деп үрейленгенде ғана шындыққа айналады. Яғни, сол үрейді өзіміздің әлемді тану картинамызға енгізгенде ғана қауіп туындайды. Оған дейін сізге жамандық дарымайды. Қауіп төнбегенше сізге жамандық дарымайды. Әрине, бұл айтылғандар ессіздікпен айтылғандай көрінер. Алайда, шын мәнінде бәрі солай. Сіздің басыңызға қара аспан төнгендей көрінеді. Банкрот, жұмыстан қуылып, шаңырақ шайқалып, еркіндігіңізден айрылып, тағы басқа. Осының бәрі сұмдық болып көрінеді. Бірақ сол қиындықтың бетіне күліп қарасаңыз, оларды жүрекке жеткізбей тізгіндесеңіз, сиқырлы таяқшамен серпіп жібергендей жойылып кетеді. Мұнда ешбір ғажайып жоқ, болмайды да. Тек жағдай өзгереді. Сіздің игілігіңізге орай қауіптің бәрі сейіліп кетеді. Бұл ереже 100% орындалады. Қорқып кетпей тұрғанда, жүректі қауіп мекен етпей тұрғанда, сізге еш жамандық дарымайды.